Ассалаумағалейкум, көрермендер, қалайсыздар, амансыздар ма? Бізде көптен бері видео шықпады, әрине, бірақ дегенмен бір туысқанымыз, бір ағамыз үйін бітіріп жатыр. Сол 2-3 жылдан бері салып жатқан уақытта әрбір этап дейді, деңгейін түсірем деген жоспарда болды, бірақ дегенмен қу дүния, қу тіршілік қол тимей кетті. Сонымен енді үйін бітіріп 90%-дан астам жұмыстары бітіп кіруге жақындады. Соны біз бүгін түсіріп келіп сіздермен былай айтқанда үй иесіне сұхбат аламыз. Қандай деңгейде қанша кетті, жалпы үйінің бітіруіне қанша кетті, қандай жұмыстар атқарылды, сол жайында егжей-тегжейлі мағлұмат аламыз. Осы видеоны қараңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, және де әр қазағыма осындай керемет үйлер бұйырсын деген ойдамын. Қораның көрініп. Мен ғой. Айта беріңіз, прихожкасы күшті екен. Қанша болды? Прихожка крашеная МДФ. МДФ крашеный. Бұл жалғыз өзі бағасы емес. Бұнымен қатар Кухонный гарнитур. Кухонный гарнитур. Олжас деген ағамыз кезінде 2002-де осы үйді салған екен. 2002 жылы 11-де 11 қып, бұл өзі лай кесек қыштар қандай. Иә. Содан құйып, өзіміз көтергеніміз төбе шифрмен жалған. Бұл кезде енді керемет үйлер ғой сол заманда, 2002-дегі. Содан енді қазір заманауиге көшіп жатырық қой. Жылдан жылға өзгеріп жатыр дейсіз. Жылдан жылға өзгеріп жатыр, бала-шаға өсіп жатыр. Үй кішкене үлкен емес, бірақ сәл үлкейтіп жатырмыз. Дұрыс. Мына үйді бастағаныма 2022 жыл бастадым. Уже 4-ші жыл салып отыр. Жайменде басықпай. Жайменде бір жыл фундаментін қойдым. Фундаментін 1:50 болған, мен кішкене көтергендіктен 1:20 болып қалды қазір. Жер көтерілгендіктен, иә? Атақ былай 1:50 болған тұғын. Есікті қандай есік етсіз? Жалпы сыртқы есікте өте әдемі көрінеді екен. Бұл жерге осы есікті бір түсіндіріп жіберсеңіз, көбісі енді осын таңдап жүрген адамдар бар шығар, сыртқы есік қалай қойсақ деп. Өйткені бұндай размерге готов есіктер болмайды екен. Стандарт емес та, ерекше. Стандарт емес. Сосын МДС достан заказ қылдым, өзім есті Шымкентский сайрамда істеген өзім. Неше осында размер стандарт емес болғанда? 1:20-да 2:65 сонда. Биік болып әдемі көрінеді екен. Енді есіктің качествосы өте керемет. Мына жақтарында, мына қарсаңыз 2 резина емес, басқаша материал екен, өзгеше. Шел болмайды, ешқандай. Су кірмейді, керемет жасалған. Есіктер осыны заказ қылды. 750 000 теңгеге істеді. 750 000. Арнайы тапсырыспен, Арнайы тапсырыспен. Мына жерде кіреберіс дәліз. Мына жерге айна қойылады. 90% бітіп тұр ғой негізі. 90% бітіп тұр, иә. Ертең айнаны қояды. Мына красный деп істеді. Прихожа әдемі шыққан екен. Дағадан өседі. Бұл бағасы жаңа қанша болды дедіңіз осы? Бұл осы тұрысы. Сосын мына жақта кухонный красивый деп істеген. Крашеный МДФ-пен. Осы тұрысы. Содан кейін мына жақта ванныйда. Сосын ванный. Осы барлығы қосқанда 2 миллион теңгеге істелді ғой. Иә, жақсы. Қазір 2 миллион теңге осыны істелді. Енді үйді бір қарап шығып, бір қысқаша бір неғып жіберсеңіз, сонда бағасы қанша кетеді деген сияқты ғой енді. Осы жалпы үйді 2022-де бастадым дедім ғой жаңа. 22-де бастадым. 2022-де бастағалы бері қазір бұлай жазып жүрген жоқпын, бірақ кішкене ойда сақталып отқан дүние ғой енді. Фундаментінен бастап қазіргі сәтке дейін осы тұрысына дейін бір 37 миллиондай кетті. Примерно. Фундаментпен қосқанда, иә? Фундаментпен қосқанда, көтергенде, сылақ, осы ремонты бәрі, сонымен 37 миллиондай кетті. Негізгі ішкі ремонтына 3,5 миллионға келіскенмін. Жұмысына? Жұмысына. Мен оның 3,5 миллионның ішіне не кіреді десеңіз, ол бәрі кірді. Электричествосы да кірді, есіктерді, мына қарасаңызшы, есіктерді қойып, замоктарына дейін бәрі кірді 3,5 миллион. Жақсы. ТВ зона да кірді.
В общем, полный бітіріп шығып кетеді ғой жігіттер. Соның бәрі 3,5 миллионға кірді. Ол да таныс арқылы шығар негізі. Иә, біреу танысым жолдас болады соны. Негізі Қазақстанның жігіттері, бесін жігіттер. Мен өзбек жігіттер келген ағайындар. Олар жалпы жұмысын 6,5 миллион сұраған. 6,5 миллион. И то есіктер бөлек. Есіктер кірмейді 6,5 миллион. Сіз өзіңіздің жергілікті таныс арқылы Жергілікті жігіттер істеткен бар 3,5 миллионға. ешқандай да кемшілік жоқ. Өзбектікінен артық болмаса кем емес дейсіз ғой. Өзбек ағайындарым істеген. Керемет қып істеді, ешқандай не жоқ. Бәрін бір керемет қып. Бір андай бір жары болмаса бір ештеңе жоқ қой. Бәрін әдемілеп келтіріп сондай қып. Дизайнерді жалдаған жоқпыз. Дизайн өздерінің кішкене қабілеті бар екен. Фантазиямен шығарады. Өздерінің бауырсыздармен айналмандай қып істеді. Өздері істеп шығарып беріп жатыр. Мынау көріп қалдым, мынау вентиляция ғой бізде, Вентиляция. Бұл ана жерден ашылып жабылады. Қыстың күні ашып қояды, жазға қарай жауып қояды. Чтоб ішке шаң-паң кірмесін деген сияқты. Үйдің төбесінен, шатырдың төбесінен шығып тұр. Әр бөлменен осындай жүрген вентиляция. Шатырдың төбесімен ары қарай сыртқа шығып кетеді. Әр бөлмеде біреуден бар осында. Өйткені бұдан ана үй болғаннан кейін кішкене пар болады, басқа иістер болады деген сияқты. Көп үйлерде дуалдардың бұрыштары көгере бастайды. Иә. Солардың бәрі көгермесін деген неде осыны істеген ба. Төбеде крышадандай айналып тұратын постоянно вентиляционный бар. Соған жалғап жібергенбіз. Жолға шығып тұрды. Осыны гипстен істетеміз деп ойлап, маңатта. Бірақ тура осындай гипс сияқты номерлер бар екен. Гипске пәлен ақшаға істеткенше, мынанда тур гипс сияқты алдық та жабыстыра салдық. Қатты кәдімгі ешқандай балтамен дұрып сындырмайсың. Ал гипс істетсек, енді көп ақша шығып алды да. Бірақ ешқандай гипстен кемшілігі жоқ. Бөлмелерді бір көрсетіп шығаңыз өзіңіздің үйіңізді. Мен қазір мастер спальня дейді ғой? Иә. Өзім спальнядан бастап көрсетіп шығайын. Заманауи термин десеңізші. Жатын бөлме. Үй иесінің жатын бөлмесі, мастер спальнясы. Жатын бөлме бітіріп алдық қой. Мынаны бүгін орнаттық. Люстраға. Люстраның 50 мың теңге люстра. 150 мың теңге да? 50 мың теңге. 50 мың теңге. Мынау бамбук панельдер. Мына жерге бір-ақ қойдық. Есепке. Өйткені мына жерге спальня болғаннан кейін. Мына жерден аяқтан тұрып светті өшіп жағып жүрміз. Екі жақтан иә? Бас жақтан жағамыз. Өшіп жағамыз. Деген сияқты. Керемет. Өзімізге жағдай істеймін. Мына жерге телевизор қоямыз соған. Орындарға дайындап береміз. Енді мына жақта өзіміздің спальняның душевой. Бәрін қарастырып. Мына жерге мынандай перегород қоямыз. Шишада. Мынаның бәрі су ағытып, келтіріп қойдық. Мынаның бәрі қағазды бетін жасап. Мына жерге бәрі сыртқа су бәрі күшті. Осында 10 шақты күн уақытта жақсы көшіп кетіп қоямыз. Құдай қаласа. Енді біздің спальня. Бұлай келе гардеробный дейді. Бұрыннан сандық. Үстіне көрпеде жинап сөйтетін еді қойын. Мына енді жалпы гардеробный осы бөлмеге жинаймыз. Соған арнайы көрпеде жинап жинап қойын. Бұл жерге мебель істеткен жоқпыз, енді мебель істетеміз. Жоспарда дейсіз ғой бұлар. Мынау бір комната, спальня. Бұл балалардың бөлмесі. Қыздардікі ма? Қыздардың спальня болады. Мына жақта енді көріп тұрғандарымыздай қол қойымыз. Бұл 4,5-8 размер. Вайна ұзындығы 8, енді 4,5. Мына жақта телевизор, телевизор орнатамыз. Жалпы үйдің размері қанша дедіңіз? 17-де 13. 17-де 13, 190 квадрат жалпы. Мынау қолдан келеді осындай
Сырттан келгенде көріңіз. былай. Иә. Мынау бір ады жанады мына жерде. Бұның жарық шамы тығылып тұр күн күшті. Білмейтін адам табылмайды десеңізші. Жалпы былай жанады бір ала. Енді былай дике бөлме қонақ бөлме дейді. Мынау біздің қонақ бөлме. Иә. Енді Керемет екен. бүгін люстрасы орнаттық. Бұл қаншаға шықты? Люстра бұл 60 теңгеге алды. 58-60 теңгеге люстра. Енді бір қымбат дүние алып қойдық да. Арзандау нәрселер орташа. Көрінісі жақсы болсын деген. Мен мысалы арзандау. Енді қымбат дүниелер алып қойдық. Анау вытяжка көріп тұрсыз. Вытяжка. Бұл жақта да бар екен. Бұл жақта да сатылады. Бұл қонақ бөлмесі. Мына жерде баланың бөлмесі бар. Ұлдардың бөлмесі болды ма? Ұлдардың бөлмесі. Люстрасы өзгеше екен. Үш жарымда, 4 жарым размер. Ұлдардың бөлмесі. Одан sonra общий санузел. Жуынатын бөлме да ғой? Жуынатын. Мына жерге әлі орнатылмаған ғой енді, орнатылып. Жуынатын жаңа увалеген десе. Бұнан тастан істетті құйдырып. Бұл тастан қаншаға шықты? Корейский дейді, бұл 360 мың теңгеге түсті. 360 мың теңге. Бұл тастың қандай өзгешелігі бар сонда айтылғанда? Бұның өзгешелігі ешқандай мына жерде постоянно су болады ғой. Иә. Су ағып тұрады, жуынамыз, не аламыз. Ешқандай да ішер көтеріліп кетпейді, бұл вешін тұрады. Ісінбейді да? Ісінбейді, су сіңірмейді өзіне. Вешін тұрады, постоянно. Мыналарын қаншадан алдыңыздар мыналар? Бұны 55 мың алдым. 55 мың жақсы бұны ғой. Ішінде анау нелердің бар, латуннан істелген екен. Ванныңызда ванны тас шуын өте ауыр ванны. қаншаға түсті бұл? Емделген бұл 285 мың теңге. Емделген деген негізі шынында. Емделген, тереңдігі де үлкен. Бұны қолдан құйылған ғой. Мына Иә. Керемет екен. Мына сушилка. Бұл сушилканың бағасы 78 мың теңге болды. Бұл тоқпен бұл? Тоқпен қосып қоясың, температурасымен жібересің. Бұл общий санузел болды. Бұл жерге енді үй салып жатқан адамдар болса, салайын деп жоспарлап жатқан адамдар болса, жиі қойылатын сұрағы фундаментке қанша кетті, кірпішке қанша кетті, жалпы үйге қанша кетті, бір бөліп айтып жіберсеңіз шамалап есіңізде қалған. Үйді 2023 жылы бастадық қой. Мынау ескі үйдің төрінен, участоның төрінен салдық. Жалпы цементке 15 тонна цемент кетті, фундаментке. Бір 4,5 миллион еңбек ақысымен ақша кетті. Жұмысымен бәрін қосқанда 4,5 миллион. 4,5 миллиондай ақша кетті. 3 жыл бұрын, иә? Олар қолмен құйды ғой, қателеспесем. Олар қолмен құйды. Ағай өзбек жігіттер құйды. Подушкасын құйдық. Подушкасына 4 слой арматурамен жіберіп, 16 арматура тастадық. Тоқып подушкасын. Одан кейін жоғарысына орта белінен 60 сантиметр деген тағы біреуін тастадық. Арматураны. Кірпішті қаншаға қаладыңыздар? Қанша кірпіш кетті? Сол кезде бағалар есіңізде ма? Ол уже беректе шығар. Сол кездегі бағалар қышты мен 75 теңгеден алған болу керек. Жұмысына қанша бердіңіз? 75 теңгеден, жұмысын 25 теңгеден қалады. Қанша кірпіш кетті? Оған шамамен есіңізде ма? 40 мыңның 45 мың кетті ма? 45 мың қыш кетті. Әр қайсысынан бұрышына регілдерін құйылған, бәрі кәдімгі регілмен құйылған. 45 мың қышта кетті. Шатырына қанша кетті жабуына? Шатырын 1 миллион теңгеге жұмысына? Иә. Ал несі, ақшасы, вообще строфилясы бар, несі бар, 1,5, аны 2,5 миллион теңге, 3,8 миллион теңге дей ма, неге кетті? Материалы? Материалы.
Сонда 4 миллион 800 почти миллион жұмысына кетті. Сонда 4 миллион 800-ге шатыр. 5 миллионға жақындапты ғой. Сосын пенобетон құйдым 20 сантиметрлік. Аха. Пенобетон 400 мың теңгемен бітті ғой. Толық жұмыс 400 мың теңгемен. Толық жұмыс 400 мың. Жоқ, 400 теңге материал жұмысына 400 мың. В общем, материалмен, цементмен қоса 800 мың теңге ақша кеткен екен. Пенобетонға. Пенобетонға. Бұл одан кейін уже сылақтарға есіңізде ма, сылақ? Сылақ басталды. Оны өзбек ұсталар құйды ғой, сылады ғой. Самалда бір күйеу балам тұратын еді. Соның үйін істеген бір жыл бұрын ол өзбектер. Соның үйін сылақ ұнатты да маған. Түп керемет әдемі шыққан. Мен үйімдегі ғой, вообще. Сол жігітті мен сізден алдырдым. Былтыр, ровно былтыр бір жыл бұрын ғой енді. Әше сыртын солар сылап берді, олар жұмыс ақысына менен 1,5 миллион алды. Жұмыс ақысына. Ал неге қанша кетті? Цемент құм есіңізде ма? Цемент құмдарға да сол 1,5 миллионда кетті. 3 миллион шамамен. 3 миллионмен бұл бітті. Іші сырты ма? Іші сырты құм сылағы бітті 3 миллион. Одан кейін мына терезелерін. Терезелер жақсы не алған. Терезелерін қойдым. Бұл андай пластиковый ғой, пластиковый болған алюминий. Ауыр екен, мен байқадым. Көбісі салыстырғанда. Қалыңды, өте қалың. Рамоктарды германский керемет. Комбинированный басқа сөйті. Іші ақ, мына жағы басқа. Сырты кәдімгідей. Осы полный бұл жерде осымен қосқанда, 8 терезе бар ғой. Намен 9-шысың. Осының бәрі 2 миллионға тұрды. 2 миллионға, Жақсы екен өте. Берумен, яғылумен. Ал ішкі жұмыстарға теплый пол істеттім. Февральный айында істеттім. Қанша кетті полға сол? Отопление ғой енді. Жалпы 2 миллион ақша кетті. Отопление толық материалмен бітуге ма? Материалы бар, екінші стяжкасы бар. Бәрі 2 миллионмен бітті? Пеші бар, бәрі 2 миллионмен. Жақсы екен онда. Ойдағырда енді толығымен бітуі барлығы сізге қазір 37 миллионға шығып тұр дедіңіз ғой? Сол, где-то сол майда шүйделерін қазір есептеп айтамаймын. Негізі майда шүйделеріне көп кетіп жатыр. Гайка, болты дейді, шруфы дейді, анаусы дейді, мынаусы дейді, ана бұрышы дейді. В общем, примерно 37 миллиондай ақша кетіп жатыр, сонымен бітіп жатыр. Ол 37 миллион мынау мебельдермен қосқанда. Кухня, прихожка, ванныда мебельдермен, солармен, люстралармен қосқанда 37 миллион кетіп жатыр. И пердеге де, пердемен қосқанда. Перде де қосылып кетті ма? Пердені енді заказ беріп қойдық, ертең арым келеді. Сол енді құрайды. Солармен қосқанда 37 миллион ақша кетіп жатыр. Қой 110 мың, стеклосымен 115 мыңнан, Бұның обналичкісі бөлек, несі бөлек қой, Жоқ, обналичкісімен бірге жүріп мұнысы? Бір жағы. Бірге жүре ма? Мына ішіндегісі не дейді мынаны? Доборка ма? Мынау бөлек аласың ғой? Жоқ, бұны бөлек. Доборка ма еді сол? Бұны 130 мыңнан көріп магазиндерден түспей жатқан бір тиынында. Кейін біз жолы барып қалдық бір складқа. Қай жерден алды складтан? Неден? Индустриальный зона жақтан. Складтан. Қоймадан тікелей индустриальный зона Шымкент тұрғыны болса. Лайфхак. Қанша деді біздің? 120 мыңға аяғы бар, мына жерге дейін квадрат салып болды ғой. 120 мыңға. Сөйтсе сол дұрыс қой. Мына жерге істейсің ба? Жоқ. Мына астынан 20 мың. Мына жерге шығып тұрмай ма? ТВ зона ма? Асты ма тек? Қанша болады ол? 120 мың. 120 мың тек асты, мынау бөлек істелінді ғой бұл, Крашеный өнер болды. Осы 3,5 миллион шығып кетті. Бұл да кіріп кетті ма 3,5 миллионға? Бұл есікті бір күн іздедік қоймыз. Бір-ақ күн іздепсіздер ғой, нормально ғой? Жоқ. Бір апта іздедік дегенде айттыңыз ғой. Негізі 16-да іздеп жүрдік қой, таппай жүрдік қой. Алатын кезде бір күн жүрдік та. Складта метріңган олжас. Соны айтам да, осы қыста келген кезде. Шеше, қыста келген кезде үйді ойбай қалай басып бітіреміз деп жатқанда адамның несі бастау екен ғой, Алла әрі көмек береді. Күшті. Енді әніміне деп.
93%-дан асыпты ол жеке. 95%-ға жақын екен ғой, бітеу бағана 90 деп қате айтыппыз. Керемет. Бітіп тұр ғой. Енді қандай сезімдесіз? Енді осынша күттіңіз, армандадыңыз, айтып жіберсеңізші, эмоция. Бастауға стоит па? Аллаға шүкір. Я қорықпай бастау керек. Алла әрекет етсең, берекет алады дейді екен. Алып баратқан бизнесмен де емес, қарапайым осы мемлекеттік қызметтегі адамдар жалпы қосымша бизнес та жоқ, шетелде, Швейцарияда ақша да жоқ деп кетіңіз сонда. Ақша жоқ. Қаншадан аласың, мынау әдемі екен, ручка ұнады. Ручкалар, Олжас қаншадан еді? Ручкалар қаншадан алдық? 7000. Біреу 7000 болды ма? Негізі әдемі істелінген екен, е? Бұны орнатуы да кіріп кетті ғой, ана 3,5 миллион ішіне. Кіріп кетті. Керемет. Ана құлтанаты болдың ба? Спальня. Спальня құлтанаты. Дұрыс болды. Спальня құлтанаты болды. Ол жекеңнің туған әпшесі бірден кілеммен қамтамасыз етем деп жатыр. Климат берем деп жатыр. Диван қанша болды примерно? Кім? Бауыр деген жақсы ғой. Бауыр деген бір нәрсе іздене бөлек те өлең естіп кетті. Қайынбекеңіз жақсы. Жақсы адам, я. Жақсы адам. Ана кішкентай Камераны ма? Бұл жерде кілемді есептеп жатыр ғой. Қанша кілем қай жерге түседі деген жоспар ғой. Маған бәрінен қатты ұнағаны осы ас үй, керемет енді. Көрініс. Мына шетінен бастап көрсетейін. Қазір заманауи қазіргі уақытта күшті салынып жатқан нәрседе енді бөлегенеге білмеймін, 2-3 жылдан кейін басқа нәрсе шығып кетуі мүмкін, бірақ дәл осы уақытта керемет көрініс беріп тұр енді осы бөлмелерге. Екі түрлі түсте жарық шамдарды қосал қылып әдемі көрінген екен. Мына жерге қосымша шам қойылған. Бұл арнайы жарықты ас үстелімен осы үйдің ас үй иесінің жұмысын атқарып соған арнайы жарық шам түседі. Негізі осыны қанша көрем құрылыс дүкендеріне аса қатты мән бермейді екен, дегенмен біз үйге де көп үйлерге де қажет екен. Мынау қарап тұрсаңыздар, бұның осы арнайы түрі болады негізі. Бірден қоса саласың, өп қоя саласың. Қажетті жерде бұрып қойсаң, керемет түсетін сияқты. Енді маған бұл керемет ұнады енді. Көп адамдарға жаңалық болмауы мүмкін. Мынау енді осының таңдарда да біраз әйел адамдар талқылайды ғой, мынау сыры кетеді, мынау бүйтеді, сөйтеді деп. Мынау енді алып жууға да ыңғайлы да негізі. Өзіміз бұрын бүйтейік, содан былай жуасың, не қыласың, қайталап қоясың. Мына жерге фильтр жалғайсың, немесе былай жалғайсың. Мына жерде мен қателеспесем, суды жылыту, отопление, пешкі былай айтқанда, пешті тығып жіберген, осының ішіне ісіп. Осының артында гарнитурмен бірге кіріп кеткен жылы еденнің ішінен. Және мен айтып отқан нәрсе мына жерде де көп нәрсе мынаның астында тығылып кеткен да. Әдемі көрінеді, негізі жауып қояды да. Жаңа келген кезде күндізгі көріністі көрсеттім. Мына түндегі жарық шамдар бәрі ерекше көрінеді. Үйдің төбесі қазір мынау сияқты түсте жабылған. Қаңылтыр деп атайды, қалай айтады? Металла черепица ғой енді. 90% сонымен жабылып отыр ғой. Сонымен жабылған. Суағарлар, мына жердің деңгейі шамалы биіктеу істеген, келешектің ар жағы көше болғандықтан соған жоспарланып отыр. Сонымен қатар оң жақ бөлігінде шыршалар егіліп отыр. Мына бір текст наливной құйдыңыз. Бірінші стяжкүндік қой, теплый полдың астына нең берді сен нетесің? Бетон Бетон астына. Пенопласт. Пенопласт. 2 сантиметр пенопласт қылдым, оның үстіне нені жүргіздім? Трубаларын жүргіздіңіз. Жоқ, есіне шыққан фольга. Фольга. Фольганы тастадым, оның үстіне трубалар теплый трубасын жүргіздік та. Одан кейін стяжкүндік бетіне текстің. Сол стяжкүндік бетіне наливной фойл қойдық. Наливной фойл қисықтың Деңгейін келтіреді да? Деңгейін келтіреді. Оны 10 шақты күн негізі оны кеппей болмайды. 10 күн кептіреді.
10 келіпті да осы. сөйтті оның бетіне пенопласттың жұқа түрі бұл ма? Пенопласттың жұқа түрі кеткен иә осының бетіне. Мынау ыстық шығып тұратын тесіктері бар өзінің. Шуруппен, припустар шуруппен жабыстырылды. Сол клейге не қылатындығы бұл клей. Оны ажырап кете береді деп көп жерде. Менде сол ажырап отыр ше. Сосын клей емес, мынаның ішінде көшіктері болады өзінің. Сол көшікпен шурупқа қатырып бәрін. О, плитус сондай ғой, шурупқа қатырылатын түрі ғой сондай. Қатырылып, и соған кигіздік мынау. Керемет істепсіздер. Негізі, извлеченный урок мынау сабақ ретінде көбісі біледі да тәжірибе. Мен еңбегіз көбісі ажырап жатыр ғой, қайта клейлеп жатырмын. Ажырамайды да бұлар қатады 5 жыл. Сізден кейін салу керек еді үйді. Сізден біраз нәрсе үйреніп алып салатын да. Білмей қалдық негізі. Мен де қазір ойланып жатырмын, біраз нәрсе минус көп та. Ана бір салғаннан кейін қайта салғым келеді. Ендігіден салсам, ойсын басқаша салатын. Енді ол адам арман таусылмайды ғой. Барға қанағат қою керек. Иә. Менде де сол ой мазалайды. Қайттан салам ба деп. Күннен шөл дегенде суыңды әкеп беретін осында әйелге кім бар? Отырып шек. Тастан құйылған түсірді да қайтып істеп. Мынау қыста басталғандықтан жарылды дейді да, содан кейін қайттан істеді дейді бұзып. Менде де осындай болды. Менікі бірақ жарылғаннан кейін олар тек жамады да бір нәрсе жабыстырып қайтып істеді. Ол қайттан жарылды, оны тағы істеді. Бір 3-4 рет істеді. Бірақ ізі қалды да. Ол жеген ұнатқан қайтып бұзып қайттан істеді деп жатқан ұнап отыр да жаңағы. Жоқ, қайтып бұзып қайтып істеген сол жарылған жерлерді түсіріп тастап қайтып істеді да. Қайтадан істеді. Жамаған жоқ та. Ол да бір негізі жанашып істегендіктің белгісі ғой негізі. Негізі бұны февраль айында не алдық қой гипсогалдан. Өзі нанда болған. Енді қазір жаз айы, 4 ай өтті. И әбден кепті да бұл ше. Кепкеннен кейін ісіктер жарылады. Ал жігіттер әлі бітіріп кетпеген еді да. Сөйтіп сразу қайттан түсіріп, қайтып істетіп алды. Жақсы екен онда. Сосын ұзақтау істеген дұрыс екен ремонт. Тез кетіп қалса артынан жарылып шыға береді. Сапасы да уақытпен тексеріледі дейсіз ғой. Уақытпен тексеріледі. Любой ремонтта, мысалға біз ана бригада жалдаймыз, үйерде 5-6 жігіт келеді, сөйтіп тез істеп кетеді. Бір айда сен ремонтын тасталған шығарып кетіп болады. Иә. И одан кейін бір ай уақыт өткеннен кейін олар кеткеннен кейін жайлап әр жерден майда шүйде жарықтар шыға бастайды. Оны қайттан сен шақырсаң ол келіп істемейді оны. Ол ақшасын алды, сенмен келіскен, сөйтті да істеп берді, кетті. Болды. Ал егер бір 2 жігіт істесе жайлап асықпай ремонтты. Осындай 180-190 квадраттық үйді 4 ай істесе, сол жақсы болады. Өйткені 4-ші айда алдында істеп кеткендері 4-ші айда уже шыға бастайды. Соны қайтадан істетіп аласыз да, сол үй әдемі болып кетеді. Уақыт-уақытымен. Дұрыс негізі. Бұл да тәжірибе өмірлік негізінде. Тез істеп кету деген менде болған ғой, сол тез істеп кетті, жарылды, анау шықты, мынау шықты. Соның сол үшін мен любой жұмыстың тез бітіріп кеткенін қаламаймын. Аккуратно, қанша уақыт болса да сапалыға, да? Сапаға жұмыс істеу керек қой. Дұрыс. Идея туады. Азанда бұзыңдар дейсіз. Ол сенем демей ма бұзыңдар дейсіз? Сенем демей. Ол бір айтады, мақсат бұзамыз келесін үйтіп айтпаңдар деп сөйтті. Мен мақсат қайттым. Мақсат екеуміз бірақ ол бұздырғаннан кейін да расход та ол ше. Ананда сатып білесің ғой. Бірақ сондай жоқ, бірақ өйтпеген жас берілген істеп жатырмын ғой. жоқ, біз бүйттік қой. Кешіріңіз қызға айтпаймын. Залда бар емес па? Мақсат қайтты мен. Мақсат маған айна қойып берші дедім да. Ол айтты маған, ол бамбук панельден үлкен болады деді. Былай шығып тұрады деді. Иә. Айна сенің бамбуктан былай шығып кетеді деді. Бұда мен тура келмейді деді да, айнаны. Сөйтіп, сондай тойханаларда тұр ғой деймін, ол тұра береді тойханада деді. Ол жерде не? Сен үйге болмай тұрсын, айна құласа деп, бүкшіт болады деді. Мақыл деп көнбеймін ба? Сөйтіп мына жерге біз қаралғанбыз.
қарашы андай не болады ғой. қара түсті дейді иә. Күнеге қараны қойып ек албастыдай болды ғой. Болмай қалды да. Сөйтіп көзіме елестетіп болмайды деп. Сонымен егер золото қоятын болдық. Сөйтіп екеуміз барып золотыны алып келдік. Золото деген мынау ғой иә? Мынандайдың айнаның золотосы иә. сап-сары да, тұрғынан сап-сарысы. Сөйтіп кешке кетеміз деп істеп кеттіңдер екеуміз мына жерде отырдық. Сөйтіп екеуі күншаң қиып тұр істеді. Анау жылтырап жатыр ғой. Зор деп екеуміз шығарып салғанбыз ғой. Түнде кірдім да. Бүйтіп қарасам сап-сары болып тұрған-ау. Жараспай тұр ма? Жарасып тұр, бірақ андай надоел болып кететін свет болып тұр да. Ол жасайтын ана бажырайып кеткен жоқ па деп. Ана тымды қойды ұмқыға кетті. Ол жекен ба? Жабыстырып кеткен ғой өйстіп. Тек нан жабыстырмаған. Нан жабыстырмаған да. Сөйтіп азында келіп, ол әбден ойланды да. Мен айна істетіп көремін деді. Сөйтіп аналарға автоста деді. Деп жуады, ол соның ақшасын есесен. Момын қалды осы. Ана несіне ше алтындағы сарысын сол үшін. Аптастады да ол үшін айнаны істетіп алып кетті. 50 мыңға істетіп алып кетті. Мәссаған. 50 мыңға ма? Қазір екі айнаны иә 50 мыңға иә? Ана оны тапты. Тап көрдім. Ойна қалай 50 мың? Сен айтты ғой 50 мыңға істеттім деп. Жоқ, 28 теңге болды шегі. Жоқ, 50 мың теңге соғын жаратып деп айттым саған. Клейін алдым 5 теңгеге, сондай. Вообще 50 мың кетті да? Мықты кеп қайта. 3-4 рет, 2 рет алып деп отыр, соны айтып отыр. Жоқ, мына жердегі алып тастаттым, ондай сары еді да, сары көзді алады екен. Жұртта оны жолдып тастаттым, айнаны жанына кантик істетіп. Клеймен отырады ғой бұл да иә? Клеймен отырады иә? Әдем көрінеді екен бар. Оны ше бір лист. Мына екеуі бір лист. Мынандай болмаса шынымен әдем көрінбейді екен иә? Ортасын өзіміз кесіп осындай қойдық. Сонысымен әдем болып тұр да? Осындай сиктермен әдем көрінеді. Шында бірыңғай не болып тұрса, бір келіп қазір кухнядан көрсейші, кухнядағы. маған ұнамай қалды. Сигар болдық қой дедім да. Сөйтіп мына жерде клеймен енді келіп болған ғой бір қараны. Алды бақса жоқ тастап, алып тасташы құрсын дедім. Сөйтіп біреуі мынаны аламай қалды да кеуіп кетті ол. Біреу қалып қойды дейсіз ғой содан. Бұл да... Мейлі мынамен не болып тұр, тұра берсін дедім. Мынамен патша өтіп кетті дейсіз ғой иә? Кәдімгідей анау арнайы осы қойған идея сияқты да анау бір атақты адамдар бір жасайды ғой бір произведение искусств дейді ғой бір сол сияқты ше негізінде. Қарашы шынында адамның ойына келмейді негізі. Мына жақ келе жатады да ақ ортада қара, мына жақпен түстеседі да негізінде әдемі кетеді негізі. Бұл да Алланың қалауы ғой, әдейі істеп тұр ғой сіздерге негізі. Бұл жеке құтты болсын, үйіңізде той болсын. Тек қуаныш болсын осы үйде. Балдарды үйлендіріп, немере сүйіп осы үйді сол нәсіп етсін бәрі. Амин, айтқаның келсін. Әр қазаққа бұйырсын осындай үй, кем дегенде.